Назым Сілемқызы «Сағыныш». Қазір қатын қарағайдың әуелгі есімін қазақ даласына көшіп келген өзге жұрттың әуезімен бір харпін өзгертіп айтып, қатон қарағай атап кетті. Бұл атау сөз қорына әбден сіңді. Топонимдер, жер су атауларын бұрыс айту, бұра айту некен саяқ болса да кездесіп қалады. Әуелгі есімнің әдемілігі де, әуезі де ерекше. Бұл есімнен айырылғым келмей отырғаным да сондықтан. Әрі қарай елдің аузы үйренген қатон қарағай атауына ауысуды жөн көрдім. Туған өлкем, жер жәннаты қатон қарағайыма бармағаныма 2 жылдан асыпты. Шыдамның қылдай белін төзіммен буып жүргеніме 2 жылдан асыпты. Сағынышты түбі тесік қапқа салып арқалап жүргенімде аттай желіп 2 күз өтіпті. Сағынышты қазанға салып қайнатып, көбігін алып итке тастап жүргеніме 2 жылдан асыпты. Сағыныш сүтін пісіріп, қаймағын алып, оңашада бала шағама көрсетпей тығып жеп жүргеніме 2 жылдан асыпты. Сағыныштың сары қымызын сапырып, елесімен сезімімнің шөлін басқаныма 2 жылдан асыпты. Үміттің бетіне аққан жасты өлеңмен жуып жүргеніме 2 жылдан асты. Сағынышты немеремнің бесігіне байлап тербетіп, немеремді ойнатып жүргеніме 2 жылдан асыпты. 2 жылда менің өмірімде көп нәрсе өзгерді. Өзгерткен сағыныш. Сезіміме тотияйын құйған сағыныш. Жүрегімнің жасыл жапырақтарына сілті сепкен сағыныш. Төзім тамшыдан теңіз құралған сағыныш. Бір түйір құмар құмнан тау түзілген сағыныш. Сағым болып ойнаған сиқыр сағыныш. Жел болып сыңсыған ән сағыныш. Гүлдерге күлте боп біткен жұмбақ сағыныш өзгертті ме? Күннің көзіне шағылысқан үр сағыныш. Бүрме көйлек жарасқан сәукелелі сағыныш. Ақ орамалы желбіреген әйел сағыныш па? Құралайдың көзінде мөлдіреген сағыныш. Мойыл дәніндегі момақан сағыныш. Қарақаттағы қышқыл сағыныш. Бүлдіргендегі шырын сағыныш менің өміріме мән берді ме? Терезеге түскен қырау бейнесі, аспанда тыраулаған тырналар үні, бәрі жыл құстарының қанатында ағып бара жатқан уақыттың бедерін салған сағынышқа айналған. Бұл неткен бітпейтін сағыныш екенін кім білсін? Мүмкін менің қорегім сағыныш шығар. Мүмкін шешем маған аяғы ауыр болған алтын күзде сағынышқа жерік болып, сары жапырақтардан сорпа, сары гүлдерден шырын жасап, ел жұрттан жасырып, сары саптаяққа құйып ішкен болар. Мүмкін мен дүниеге келген мамыражай көктемді адамдар 6 ай қыс бойы сағына күткен шығар. Мүмкін мен дүниеге келген кезде жаңбыр жауып, аспаннан тамған тамшылармен бірге бір мұңлықтың алтын сырғасы сыңғырлап суға түскен шығар. Жар-жарау,
Мүмкін менің 7 жасқа дейін емгенім анашымның ақ сүті сағыныш соқтасы шығар. Мүмкін сыршыл ақ қайыңдардың былайғы жұртқа сағыныш әнін талмастан айтып, мені жұмбақ әлемге шақырып тұрған шығар. Мүмкін әппақ бұлттар сағынышты білектеріне іліп алып, қай жерге көз жасын төгерін білмей ұшып жүрген шығар. Мүмкін аспан да, жер де, ауа да, теңіз бен өзеннің де тамырларына табиғи қуат дарытатын сағыныш шығар. Махаббаттың бір атауы сағыныш деп аталмай ма? Дүние махаббаттан тұрмай ма? Ендеше сағыныштың болуы, сағыныштың буы орынды деп ойлаймын. Жарық дүние махаббатсыз болса, жанды тіршілікте мән болмас еді. Бекзат өмірдің михнаттары мен рахаттары махаббатпен мәнді, ал сағыныш сол махаббаттың мәңгі қорегі. Жазғытұрым аспандағы басы ауған бұлттардан туған жерге сәлем жолдаймын. Ақша бұлттар-ау, туған жерге сәлемімді айт, өзім жазда барамын. Туған ұясын аңсап, жердің бір түбінен қанаттары талып келе жатқан құстарға жаз тойын жасайтын уақытты белгілейікші деп жалынамын. Олар төбемнен қанаттарын жазып, қалықтап өтіп кетеді. Бұл мені мақұлдағаны. Жыл құстары менен бұрынырақ барып, Алтай тауындағы жаз сахнасын дайындай береді. Таулар қыстай ораған ақ сәлделерін жуып, күн көзіне кептіреді. Көктемнің хабаршылары жеттік деп кернелетеді. Сандуғаш сері құстарға әр түрлі аспаптарды береді. Құстар ағаш бұдақтарына қаз қатар тізіліп, сағыныш симфониясын орындайды. Сол кезде қысқы ұйқыдан орман оянады. Тоғайдағы тоқылдақтар тұр-тұрлап теректердің есігін ұрады. Қарлығаштар билеп, сауысқандар сыланып, қарғалар таңдай қағысады. Меңірейген жартастар жалт қарасады. Өзеннің сірескен тоңы жібіп, жадырай асық әніне салады. Бұлақтар сүйінші сұрағандай шапқылайды. Шөптер қаз-қаз тұрып, жұпар иіс танауыңды ашады. Самал жел араларына өсек тасиды. Сөйтіп бір желпініп өрекпейді. Сағыныш желдің қолына сақина салып, сүйіншісін береді. Желдің ауырған басы жазылады. Табиғаттың құбылыстары туған жерге, туысқанға деген сағынышын атына өңгеріп келе жатқан мен сияқтыларды елеңдей тосады. Мен сияқтылар жол сөмкелерін сағыныш сыйлықтарына толтырып пойызға отырады. Жол сапары қазыналы, әсіресе үй күшік болып қала тірлігінен аспайтын жанға керім әсер сыйлайды. Көңіліне көрікті ой қондырған жолаушы сақ қорғандары табылған үйсіндердің мекенінен өтеді. Айтпақшы, құдіретті сәттерге қаламын малған мені танып отырсыздар ма? Мұстау музамды көремдеп, үйден қарғы адым аттамай жатып тебіреніп, сағынышты қаламыма құйып келе жатқан менмін. Сіздер де Алматыдан Мұстауға дейінгі жолды менмен бірге сезініп отырыңыздар деп, көңілімнің қауырсынымен бір сәт желпіп қояйын.
Сақ тайпаларының ежелгі мекені бағзы заманда қандай болды деп таңғаламын. Жолаушы сақ тайпаларының қасиетті мекенінде құмар ойын ойналатын казинолы Қапшағайды басып өтеді. Пойыз 80 ғасыр сағыныштан сары тап болған Сарыөзектің сары құмының суылы, желдің уілі, мықты ғып өсірген сексеуілдерден өтерде қышқырып тұрып айғайлайды. Өйткені бұл дала қазақтың аштан қырылғанын өз көзімен көрген. Сарыөзектің даласына Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманында баласы Жоламанды сағынған Найман ананың сағыныш жасы тамған. Жоламанды қатыгез дұшпан мәңгүрт қып қорлағанын көргенде сол жердегі жайқалған шөптер күйіктен сары селеуге, Найман ана мінген ақ інген сары жалды құм төбешікке айналған. Жолаушы өткен ғасырларда халқымыз жоңғарлардан босатқан Матайдың сары даласынан өтеді. Қабанбай атамыз бастаған қолдың жеңіп ту қадаған жерінен өтеді. Кезінде қазақтың ащы тері тамған Алакөл, қанатты тұлпар сүңгіген Жұмбақ көл оң жақта толқып жатады. Жолда Құнанбай атамыздың қажылыққа бара жатып, көшін бұрған жері лепсі артта қалады. Табанына тас толтырған, таспен бірге аңыз толтырған жауынгер үйген таста қанша қазақтың қаны төгіліп, ел үшін шайқасқан ерлердің басы қалғанына тек тілсіз тастар куә. Жолаушы Ілияс ақынның даласынан, қобызшы шал Молықбайдың елінен өтеді. Мен сияқтылар сағынышты көзіне тамызған Семейдің сары даласын басып өтеді. Артта ғұлама Абайдың салған сара жолы қиялды тербей, қиыс қалып жатады. Артта Мұхтар абыздың сағынышына өзек болған Шыңғыстаудың жоталары көз ұшына ілікпей шалғай қалады. Білім нәрін іздеп елден алыс кеткенде Мұхтар дана Шыңғыстаудың әр жотасын, тау-тасын, әрбір түп жусанын, кіндік қаны тамған бөрілі қыстағын, бабаларының көшпелі тұрмысын, перзенттік қимастықпен сағынып отырып, эпопеясын жазды. Абай жолы, Мұхтар жолы қазаққа шамшырақ тәрізді. Бір молада өлген ғашықтар еңлік кебек Қозы Баянның сағынышы ескерткішке айналып қала берді. Қозы атын суарған, Баянның көз жасы тамған сағыныш өзені дірдектей ағып жатты. Мен сияқтылар қазақ халқына орасан зор қасірет әкелген Семей полигонына жетпей бұрылып, өз жолдарымен кетеді. Абыралының топырағы уланып, Дегеленнің миы атылып, заһарлы тозаңдары бөлшектеніп, ұшқан кезде қазақ ұлтының тамырына балта болып тие жаздады. Тоталитарлық жүйе, халықаралық қырғи қабақ аңдысқан саясат осыған ұрындырды. Айтайын десең, аузың күйеді. Сол жүйе ұлы Абай туған топыраққа у септі. Бекзат ұрпақ дүниеге келмесін деп, келсе де есі кем болсын деген қиянаты бірнеше ұрпаққа шабатын қастық жасалды. Қасірет уы, ажал сәулесі 40 жыл үзбей таралған, кие қаша жаздаған жерлерден пойыз тұншыға өтті. Көз түйген қапалы қасиетті топырақ баяғы жасыл барқыт
түгі жайнаған бейқам кезеңін сағынып, кім полигон уытын аластап, көз түйме қадап кетер екен деп күтеді. Жолаушылар жол бойы сағыныштың қиялы қалбатауға айналып, қатпар-қатпар тастардан тау түзгеніне куә. Жан жарасын күнге емдеткен сағыныш, жалғыз төбе болып үйіліп жатқанын көреді. Сағыныштар өз сұлбасын шардың айнасынан көреді. Отарба таңдайын тақылдата таңданады. Отарбадан шыққан түтін будақтап қазақ даласын аластайды. Рельс солқылдай күңіренеді, дала күрсінеді. Пойыздың ышқынған даусы шегірткенің сағыныш, сағыныш деген шырылын естіртпейді. Жусандар сағыныштан бозарып, қыр гүлдері самалмен бірге басын шайқап қойысады. Бір-біріне осыншама сағынышты пойыз қалай тартып келе жатыр деседі. Пойыздың рельсі жеткенше сағыныш, сағыныш, сағыныш деп тақылдаудан жалықпайды. Арасында мен сағынышты тиеп келе жатырмын деп ақырады. Пойыз Өскемен қаласына келіп тоқтайды. Ертіс батыр мен үлбі сұлу сағыныштардың келе жатқанына қуанғанын сездіріп алмайын деп үнсіз толқиды. Пойыздан сүрген аладорбаның іші толған сағыныш кішкентай көрінген чемоданды көтере алмай пойыздан сүресің. Сағыныш оралған ақжаулықтар, сағыныш жасын сүртетін орамалдар, сағыныш саумалы құйылатын кәрілен кәселер, сағынышты өлшейтін ыдыстар, қол сағаттар, иелеріне жете алмай сөмкелердің ішінде бір-бір күрсініп алады. Ішіңдегі сағыныш сезік тудырмайын деп басына тәжін киіп алып, тізіліп тұрған таксилерге жақындайды. Таксистер сенің сағынышыңды сезіп тұрса да үндемейді. Дәл осы кезде өрекпіген асау сағынышың басындағы тәжді қалтасына салып алады да, шыдамның аузы сөгіліп лақ ете қалады. Қатон қарағайға дейін қанша теңге? Неше адам? Мен жалғызбын. Бірақ сағыныш екеуің кетіп бара жатқаныңды айтпайсың. 5000 теңге. Жүгін көп пе? Жоға, анау 2 сөмке ғана. Алдыңғы орынға отырыңыз, кеттік. Сағыныш таситын таксилермен Қатон қарағайға қарай жол тартасың. Алайда көңіліңдегі сағыныш 1 грамм да ортаймағанын сезесің. Көлікте отырған адамдардың көздерінде сағыныш табы жоқ сияқты. Бірде бар сияқты ма? Оған неге бас ауыртты мәке-ау? Мына ирелеңдеген тау жолдары сенің басыңды айналдырып әлек. Қайыңдар көзіңді қылый жасап әлек. Тастар 2 жылда бір келген адамға, туған жерін ұмытқан адамға деп жұдырықтарын түйіп әлек. Сағынышыңды тісіңмен тістеп шығармай отырсаң да, жаныңдағылар жүрегіңнің алып ұшып келе жатқанын сезіп тұр. Көзім сағыныш әнін хормен айтып тұрған ақ гольфа киіп, ақ шалғыш таққан қайыңдарға түседі. Қас қатар тұрып, ән айтып біткен соң майса қол бұлғайды. Жапырақтары көз жасын жасырайын деп самалмен шайқалады. Тәкаппар теректер ертегідегі қол бастаған батырлардай қасқаяды. Жол шетіндегі тастар бәлкім сағыныштан шығар, көздері адырайып, желкелері күдірейіп, білектері білеуленіп, қабақтары қатуланып, түйіліп алған. Тастарда магнит болса, сенің сағынышыңды тартып, өзіне жабыстырып алар еді. Сонда сен үкілеген
тәтті сағынышыңнан айырылып, сезімсіз қара тасқа айналар едің. Ал қара тас болу қауіпті. Сенің қара тас болғың келмейді. Сенің жүрегің жұмсақ. Көзіңді тайдырып әкетсең де, ойың қара тастарға барып соғылады. Жалпы адам сағына берсе, жүрегі езіліп, тым көңілшек болып кетуі де мүмкін. Арасында шын түрін көруің үшін сағынышыңды тасқа соғып алуың керек. Сол кезде сағыныштың сөлі қара тасқа тамады. Одан мүк пайда болады, қызғаныш қынаға айналады. Тас неге мықты? Өйткені ол қатты. Қатты адамдардың ділі мықты. Бірақ қатты болам деп шектен шығып, қара тасқа айналып кетпеу керек. Мықты болам деп қатты болып кетпеу керек. Мықтылыққа да, қаттылыққа да сағыныштың сөлін тамызып қойсаң, бәрі орнына келеді. Өмір сені бірден мықты етпейді. Алдымен жүрегіңе сезім сынақтарды береді. Соның бәрінен сүрінбей өтсең ғана мықтылық келеді. Мынау тастардан неге мықты екенін сұра. Мына қайыңдардың діңі неге мықты екенін сұра. Мына қарағай шыршалардың неге мықты екенін сұра. Жан жағыңа тағы көз жібересің де, сағыныш теңдеп жатқан жоталарды көресің. Сағыныш дәндері күнбағыстардың басында ырғалады. Алтай өңірінде тұнған сағынышқа туған жерінен алыста жүргендердің перзенттік сағынышы қосылса, бәрі тұтасып, күнге қарап жәутеңдейді. Әр адамның ішінде өз сәулесі бар. Күннен құйылған нұр, адам баласы жан жағына қанша шуақ түсіргеніне қарай сыйластыққа ие болатынын сеземе екен мына күнбағыстар. Ашық аспанға қарап көздері жәудіреп, күлтелерін, сағақты саусақтарын күнге қарап жайған кішкентай күнбағыстар, сендер жердегі күннің символысыңдар. Күнге топ-томпақ беттеріңді тосасыңдар. Сендер ыстық махаббатқа зәрусіңдер. Күнмен бірге кірпіктеріңді тарап ашасыңдар. Көкке бағыттала, күн сәулесіне шомасыңдар. Жер бетінде жылы жүректердің көбеюіне үлес қосасыңдар. Ей адамдар, өз әлеміңді күнбағыстар өсетін ұшы қиыры жоқ әлемге ұқсат. Сол күнбағыс әлемінде асыр сал. Өз күніңді өз шаңырағындағы аспаныңа орнат. Өз үйіңнің, отауыңның төбесіне қондыр. Отбасыңның кішкентай күні бол. Онсыз да мейірімнен жұрдай болып бар жатқан мына мәңгүрттеу заманның көгінде күн болып жарқыра. Егер күн болып жарқырамасаң, түн болып түнеріп өтуіңе тура келеді. Зулаған таксимен жарысқан жол шетіндегі алқаптармен, күнбағыстармен сырласып, сағыныш сары өзегіме түсіп, басым айналып, көзім қарауытып келе жатқанымда, егіс алқабы бітіп қалады. Суретке түсе алмағаныма өкініп отырғанымда, тағы бір қырдың астынан сап-сары алқап көрінеді. Жүргізушіге тоқта деймін. Күнғабыс алқабын аралап, сары күлтелерге өзімді балап, күнге еркелеп, кең етек сәнді қалпағымды былай бір қисайтып, суретке түсіп, көлікке отырдым. Сағынышым енді телефондағы суретке ауысты. 1000 суреттің арасындағы ең күшті шыққан суреттей қайта қарай беремін. Көзілдіріксіз қараған соң, бетіңдегі айқыш-ұйқыш әжімдер, ірілі ұсақты секпілдер онша көрінбейді. Ал көзілдірік тағуға менде уақыт жоқ.
Барқыт белдер сағынышымды сезгендей, туған жердің тәкаппар түрін асыға парақтайды. Жазиралы жотаға, қырмызы гүлді қырға, қарағайлы орманға, сызылған ақ қайыңдарға, сағыныштан қайнатылған шырыннан бір-бір тамшы тамызып кетуім керек. Әлі алда ұзақ сапар. Мұз тауға ілетін сағынышымның ең қомақтысын кейінге қалдыруым керек. Туған үйімдегі самаурынды тұтататын тамыздық сағыныш керек. Анам сырған сырмақтарының оюларын сағынышты сезгіш саусақтарымен сипап қоюыма керек. 9 түрлі минералдың қосындысы ақ бастаудың көмекейіне тамызатын сағыныш тамшы керек. Таулардың түксие теріс қарап тұрмауы үшін шоң жартастың қолдарына сүйінші сағыныштан үлестіруім керек. Сағым қызды көрсем, шаштарын сағыныш қосып жуып, тарап беруіме керек. Көбелектер қалықтап алдымнан шықса, бала кезімде қайыңның бүрімен қуалағаным үшін кешірім сұрауым керек. Жатырқамай алақаныма қонса, қанаттарына сары нүкте белгі қоюым керек. Жасырынбақ ойнаған тастарды көрсем, бетіндегі сағыныш қынаны қырып тазалауым керек. Құз жартастар меңірейіп тұрса, сағыныш өлеңдерді оқып, санасын оятуым керек. Ауылдағы бауырым мен келінім, бауырларыма сағыныш сыйлықтарды үлестіруім керек. Осыдан кейін өз жанымда сағыныштың ұйтқысы қалар ма екен? Әрине, қалады. Өйткені мен сағынышымның ең саздыларын саралап, мұз тауға дайындап қойғамын. Аз күнде жолға шығамын. Ал мұз тауға барар жол менің ауылымның іргесінен өтеді. Алдымен ауылыма барамын. Сағыныштардың ортайып қалған жерлерін шынайы сезімдермен толтырған соң, мұз тауға аттанамын. Сағыныш артқан таксидің терезесінен тәкаппар таулардың қолтықтарына кіріп, ұйықтап жатқан теңіз көрінеді. Бұл бұқтырма су қоймасымен жалғасқан Зайсан көлі. Зайсан көл емес, теңіз. Аумағы жағынан да, тереңдігі жағынан да талай теңіздермен таласа алатынын сезеді өзі. Алтай әкелері елдің көзі тимесін деп көл дей салған. Бұл көлдің айна бетінен Алтай өз сұлбасын көріп тамсанады. Тамсанамын деп тілін жұтып қойған. Барлық таулар жиналып кеңес құрып, қай тау сұлу деген сұраққа жауап іздесе, Зайсан көлі айнасын алып барар еді. Бұл бер жағы. Егер әрі қарай көргілерің келсе, Марқа көлдің айнасын алдырайық, дер еді. Марқа көлдің айнасынан Алтайдың сұлулығын көрген шетелдік таулар талып қалса, бұқтырманың суын бүркіп оятар еді. Көл біте сала Алтайдың қарағай сақшыларының сұлбасы қоюлана түседі. Олар нені қорғап тұр екен деп, тауға бір назар салыңызшы. Алтайдың алтынын тамырларымен басып тұр. Иін тірескен соқталы қарағайлы орман сырттан жауды кіргізбей, Алтайдай жерұйығын қорғап тұр. Зиянды бактерияларды өлтіріп, айнала таза ауа таратып тұрған қарағай шыршалар туралы мына аңызды осы жерде айта кетейін. Ежелгі бір заманда жалғыз бәйтерек өсіп тұрыпты. Оның тамыры өтер шақпен, діңі осы шақпен, жапырақтары ұшы болашақпен байланысады екен. Бұл дарақ ағаштың қасиеті сонда, жапырақтары 7 түске боялып тұрыпты. Жер тарихы осы жұмбақ ағаштың бойына жазыла беретін болыпты.
Сол қасиетті ағаш жылына бір мәрте көктемде гүлдеп, жан жағына махаббат ұрығын шашады екен. Сол кезде жастар ағаштың гүлін бір-біріне сыйласа, сүйіспеншілік сезімдері нығая түсіпті. Жылына бір рет жеміс беріпті. Сол жемісті жеген адам қартаймайтын көрінеді. Алып ағашты айналып, адамдар арман тілектерін айтса, орындалады екен. Ағаштан жұпар иісі аңқып тұрыпты. Түбіне барып түнеген адам қасиетті адамға айналыпты. Әлқисса бұны естіген адамзат жер жаһанның түкпір-түкпірінен ағылып келе бастайды. Олардың арандары ашылып, бір күн түнеудің орнына апталап, айлап жатып, ағаштың мазасын алыпты. Қоқыстарын жинамай айналасын былғапты. Тілектер мен армандардың көптігінен белі қайысқан киелі ағаш құлап, сол жерде жылдар бойы жатыпты. Адамдар арман ағашын іздеп келіп, бұтақтары жайқалып өсіп тұрмаған соң, көз жасын көл қылып, қайтадан үйлеріне құр қайтады екен. Бір күні сол жатқан ағаштың түбіне кішкентай балалар келіпті. Ағашты шыр айналып өлең айта бастапты. Ағаш оянып, бойын тіктеп, орнынан тұрыпты. Бірақ жапырақтарының бәрі тікенге айналып кеткен екен. Балалар жан жақтағы шашылған қоқыстардан ойыншық құрастырып, шыршаға іліпті. Қалғанын алау етіп от жағыпты. Алау жаққан кезде ағаш жасыл түске айналыпты. Балалар кеткен соң шырша таудың басына қарай шығыпты. Жол бойы түскен тікендерінен тұқымы өрбіп, балапан шыршалар көбейіпті. Жалғыз ағаш біртіндеп орманға айналыпты. Содан бері шыршалардың жапырағы қылқан тәріздес болады екен. Сіз мойныңызды созып, құлағыңызды түріп, мұзтауды қашан көремін деп елеңдеп отырсыз ба? Мұзтау әлі алыс. Мұзтау бірден көріне салмайды. Ол әулие шың. Ол қасиет қонған шың. Ол арман ұялаған шың. Мұзтау музалардың мекені. Ал арман жақын болса, қызығы не? Ал қасиет деген шашылып жатса, оның құны бола ма? Муза кез келген қол жетер жерде болса, онда бағасы бола ма? Сондықтан, сүйікті оқырман, өзіңіз де менімен бірге Алматыдан шығып, Мұзтауға бара жатырмын деп ойлаңыз. Арасында менің туған жерге деген сағынышыма куә болыңыз. Сіздің де бетінде меңі бар туған жеріңіз, туып өскен ауылыңыз бар шығар. Сіздің де алтын қазығыңыз қалып кеткен ауылыңыз бар шығар. Сіздің де қоржыныңызға салып арқалап жүрген сағынышыңыз бар шығар. Ендеше сол сағыныш ордасына баршаңызды ертіп апарайын. Сағыныш артқан такси аудан орталығына жетті. Аудан орталығы сол бұрынғыдай сияқты. Кіреберістегі Қаратай бабамның үлкен басын кішірейтіп, қаракер атынан түсіп, сырттан келген адамды күтіп алып, кетер адамды шығарып салып тұрған ескерткіші алдымен көзге түсер. Сарымсақты өзені үстінен сағыныштарды жалғайтын үлкен көпір, жол бойында сағыныш мүсіні, Оралхан ағатайым, қаз қатар дізілген дүкендер. Эх, Оралхан ағам, сені қатты сағындық қой. Сағынбайық десек, шығармаларыңыздың ішінен
шашыңыз бұйраланып шыға келесіз. Атып шығасыз да сүбелі сөздерден алтын табақ жасап алдымызға қоясыз. Сөзді ұйыта алмай жүрген кезде бар маекті сіз алып кеткендейсіз. Сіз сөздерге жан бітіретін сиқыршысыз. Ең ғажабы, сіз сағыныш деген сөзді аузыңызға алмай-ақ, өңін айналдырып әкеп, алдымызға тастайсыз. Біз сағынышты әлі ақтарып қараймыз, бері ақтарып қараймыз, сосын сиқырлы табағыңыздан ауыз тиіп қана кері қайтарамыз. Дүкендердің жанында таксидің соңғы аялдамасы, одан әрі тағы сонша ақша берсең де тиіп тұрған қабырғаға апармайды. Өйткені ауылға деген сағыныш қымбат тұратынын таксист сезеді. Жүр сол ауылыңа жете алмай, тез жеткен жерде қадір мен қасиет болушы ма еді, деп ойлай ма екен ішінен. Дәл сол жерге сөмкелеріңді түсіріп алған соң, жан жағыңа қараймын да жоғары өрлеген көліктің бәріне қол көтердім. Мені бәрібір ешкім ала кетпейді, өйткені жүгім ауыр. Жарты сағаттан соң дегбірім қашып, ауылдағы бауырыма телефон шалдым. Пархат, мен Қатонға келіп едім, қабырғаға жете алмай тұрмын. Мен қазір барып алып кетемін. Мұны естіген соң өзіме риза болып, сағыныш артқан сөмкелеріңе бір қарап қойып, үсті басымды бір ретке келтіре шашымды сипадым. Шляпым жоқ. Шляпым, ой, менің сағыныш сауда үйінен сонша жүріп, әзер таңдап алған шляпым таксиде кетіп қалған ба? Жолай күнбағыстар алып қалды ма? Деп қармандым, күнде басынан шляпа тастамай жүрген сәнқой әйелге ұқсап. Бірақ сөзіме ешкім назар аудармайды. Естісе де естімегендей, олардың менің қияли қалпағымда не жұмысы бар? Біреудің үйінің шатыры жабылмай жатыр, біреуі шөп шауып біте алмай, біреуі әкімшілікке келген, біреуі ауру анасының дәрісіне келген, біреуі азық-түлік алуға келсе, біреуі кілем жуатын ұнтақ алуды сылтауратып аудан орталығына келгендер. Ешқайсысының басында қияли шляпа жоқ. Бұл жақтың әйелдерінің шашын қысқа етіп, қиғызып тастайтын әдеті. Олардың аудан орталығына шауып барып келуге ынтызар сағыныштары күн сайын артып отыратынын мен қайдан білейін. Олардың мәңгі жасыл қарағайлар мен ақбикеш қайыңдарға, ойшыл тал, дударбас теректерге деген сағыныштары жоқ. Бауырындағы елге күнде көріп жүрген соң Алтайдың биіктігі байқалмайды. Ауылдағылар үшін сағыныш деген шуылы көп думанды қала, ары беріп көлік қатынайтын аудан орталығы, жалтыраған асфальт, жел қуатын мейрамхана, сауда үйлері. Ал менің шляпым бағана сағыныш жырын жаттап тұрған күнбағыстың басына кигізілген күйі қалған. Ендігі ол күнбағыс ары бері өткендерге селфи жасайтын орнына айналған шығар. Сол екі ортада Пархат бауырым келе қалды. Мені құшақтап сүйіп, сөмкелерімді көлігіне артты. Сонша не салып алғансың, ауыр ғой, деген кезде мен қаздай тізіліп тұрған дүкендердің біріне зу етіп кіріп кеттім. Бағанадан басыңда жоқ шляпыңды іздемей, қант кәмпитімді жөндесем болар еді ғой. Толтырып алған дорбамды ұстай көлікке отырдым. Туыстар кездескенде айтылар сөздер алмасты. Тау елден жасырып маған бірдеңе айтатындай, екі көзім тау жақта. Сәлем, деймін ішімнен. Армысың қабырғаның таулары? Сәлем, дейді таулар, мұртын едірейтіп. Келдің бе, қалайсың? Келдім. Өздерің қалайсыңдар? Жездем, балаларың, немерелерің қалай?
бауырымның сөзін терезеден кірген жел қағып әкетті. Жақсы, деймін тауға қарап. Жақсы. Неше күнге келдің? Білмеймін. Білмейміні несі? Не дейсің? Мен тауға жауап беріп отыр едім дей алмай, не дедің, мен ести алмай қалдым, дедім. Негізі тау менен, ей қотыр торғай, мұнда қанша уақытқа келдің деп сұраған. Мені таудың мысы басып, білмеймін дегенмін. Адам болдың ба? Иә. Мұстауға қашан жүресің десем, ияң не өзі? Бұл Пархаттың сөзі. Сен сұрап бедің 2 күннен кейін. Адам болайын деп қалдым, тауым. Осы жолы мұстауға бара жатырмын. Бар. Адам болар бала алысқа қарайды. Мақсат мұратың болмай, шыңға шыға алмайсың. Алдымен асқақ арман керек, сағыныш. Сағыныш дедіңіз бе, Алтай бабам? Менің атым сағыныш емес, Назым. Ой, бейшара қотыр торғай-ай, атыңның кім екенін әлі білмейсің. Осы кезде қайыңдар басын шайқайды, қарағай кірпігін көтереді. Тал мен терек бір-бірін түртіп, қойшы, есі ауысып қалған атының сағыныш екенін білмейді. Жап-жақсы Назым деген аты бар еді ғой. Назым дегеннің өзі назды сағыныш дегенді білдірмей ме? Ауылға кіре берістегі зират жаққа қарап күрсінемін. Дұға жасап бетімді сипаймын. Бұл жер сағыныш ордасы. Сағыныш ордасының жанынан өткен кезде мойның еріксіз бұрылады, өйткені төмпешіктерде сағыныш магниттері жерленген. Жер бетін қимаса да, тірінің түбінде барар жері сол. Жер бетін қимаса да, өлінің қалар жері сол. Ауылға бұрыламыз. Мынау Телман ағаның үйі, мынау кластасым Асқарбектің, мынау Уәлхан ағаның, анау қызыл кірпішті үй марқұм Қырмызы әпкемнің үйі. Баяғыда Қырмызы әпкемнің тірі кезінде сағыныштар алдымен осы үйге кіріп шығушы еді. Қазір бұл үйдің жанынан өте шығамыз. Әпкем тірі болса, біз ол үйдің жанынан ағызып өте шықпас едік. Орны бөлек туысшыл әпкемнің бауырмал магниті бізді бірден үйіне тартатын еді. Қазір ол магнит кезеңдегі зиратқа жерленген. Ал мен сіңілілік парызды орындап жүрмін бе? Қаншалықты туысшылдыққа берікпіз. Сағыныш магнитінің шашылған сынықтарын неге іздемейміз? Оның тұрған орнын неге бір сипап қайтпаймыз? Өйткені өз ішіміздегі магниттің қасиеті, тартылу күші қалмаған. Баяғыда аға жеңгем студент болып, баланы әкеліп тастаған кезде Пархатты арқалап баққан Қырмызы әпкем еді ғой. Әке-шешем Байбөрінің қыстауында қой бағып отырған кезде бәрімізге бас көз болған Қырмызы әпкем еді ғой. Мені кітап оқуға үйреткен де Сұңғыла әпкем еді ғой. Ол бізден ақылын аямайтын еді ғой. Әпкелер мен ағаларымның тұлға болып қалыптасуына көп күш салып еді ғой. Қолында бар кезде ештеңе аямаушы еді ғой. Еді ғой, бер қарашы. Енді ештеңе көріп, ештеңе білмегендей, сағынышымызды өңгеріп, үйдің жанынан өте шығатынымыз қалай? Келесі үй Клара апайдың, одан келесі үй Серіктің бұрынғы үйі екенін айтпай-ақ қояйын десем, бәрінің үйінің ошақтарынан сағыныш түтіні шығып жатыр. Ауылдың ортасындағы жол тегіс емес, көліктің доңғалағынан әрбір тас сағыныштың өшін алады. Келмегеніңе қанша болды, дейді. Ауылдың ортасындағы жаман көпір де неге жиі келмейсің деп қинап барып әзер өткізеді. Адамдар арасындағы сағынышты аңсап,
Бұл көпірдің белі бүкірейіп қалған. Әрбір көлік өткен сайын белінің сырқырағаны бір басылып қалатын еді. Енді қайдан? Төменгі жақтың бәрі жоғарғы жаққа көшіп жатыр. Көпір кейде күні бойы тым-тырыс ұйықтайды. Ондайда көшіп кеткен жұрт түсіне енеді. Сағыныш әріп таныған бастауыш мектептен өттік. Сол мектепке барған кезде арда еміп жүргем. Кейін балалар мазақтап әзер қойғызды ғой. Мектептің жанында кино көретін клуб бар еді. Қазір сол клуб жоқ, орнында тек сағыныш қалған. Шашын екіге жарып өрген қара қыз таңертең томпаңдап қабырғаның басында күтіп тұратын автобусқа кетіп бара жататын. Автобуста түрегеліп тұрып, заңғар Алтайдан көз алмаушы еді. Тек автобустың жоғарғы жағы таудың биіктігін жасыратын. Осылай биіктік пен аласаның ортасында тұрып, аудан орталығы Қатонға келетін. Қара қыз үшін Қатон деген шаһар еді. Асфальт көше арман шаһарына бастап келе жатқандай көңілі көкке көтерілетін. Түп түзу көшенің бойындағы үйлерде басқа әлемнің адамдары тұратындай көп қабатты үйлердің мысы басып, таңырқай, өзінің үйімен салыстырып өтетін. Қара қыз кинотеатр, мәдениет үйі дегенді де осы шаһардан көрген. Қыздың ауылындағы клубта 10 қатар қойылған сықырлауық сары ағаш орындық бар еді. Ол орындықтарға тәтелер, ағалар отыратын. Қара қыз киноның басын көріп бастағанда ақ рөлге кіріп армандайтын. Кеш батқанға дейін көбелек қуып шаршаған ол ұйқыға кететін. Ұйықтап жатып түс көретін, түсінде кинодағы кейіпкерге айналатын. Бір кезде сахнада ұйықтап жатқан жерінен әпкесі оятып, қолынан жетектеп үйге қайтатын. Әпкесінің ар жағында жігіт келе жататын. Қара қыз бірге еріп бармаса, шешесі әпкелерін киноға жібермейді. Сондықтан қара қыздың жұмысы ауыр. Түн қараңғыланып, ай бәтір тумай бәлсініп тұрса да, қара қыз жігітті бірден таниды. Жездесі болса бұған ирис пен шоколад ұсынады. Бұл ауыз бастырық. Тәттіні жеп алған соң, айтқың кеп тұрса да амалсыз шешеңе айтпайсың. Ертең мектепке апарып жеймін деп қалтасына сүңгітетін. Сол кезде қара қыз киноның басын көріп, соңына дейін ұйықтап жатқаны киелі сахна екенін білді ме екен. Осы сахнаға шыққан адамның қорқынышы жойылатынын, сахна адамды тәрбиелейтінін білді ме? Жоқ, білмеді. Бірақ сол сахнада бір сиқырдың барын жүрегі сезген. Ұлжан апайдың талап етуімен 3 қыз сахнада өлең айтатын жасқа да жеткен. Үшеуі өзді өздерін әнші сезінетін. Бақыт құрбысы тума талант қой. Жанында жүрген Анар екеуінің ән шырқағандары Бақытты жалғыз қалдырмау. Бақытты ортаға алып екеуі екі жағында жанарыма нұр сыйлаған деп клубтың төбесіне қарап 3 шумақты қайратын. Концертке сырттан келіп, бұларды танымайтын біреу болса, мына 3 қыздың көздері көрмей ме, неге мәткеден көзін алмайды, әкәу, дер еді. Бірақ ауыл адамдары олай демейді. Көзіңмен төпілеңнің басын үшкірлесең де, ала нәскиіңнің жолағын санасаң да, сахнадағы еденді көзіңмен сыпырып шықсаң да, Пазыл ағайдың кино қоятын аппаратына 2 көзің қадалып қалса да, клубтың бұрышындағы контрамаркаға қарап тұрып, өз-өзіңнен терлеп кетсең де, ән аяқталған соң ду қол соғады. Сол кезде сенің ішіңдегі ақ қанат көгершіндерің шүпірлесіп,
шүп-шүп сүйісіп өбіседі. Сенің төбең клубтың төбесіне екі елі жетпей қалады. Қатар-қатар отырған адамдардың көздері сені клубтың төбесінен тез-ақ түсіреді. Секундына 100 шақырымдық ойлар алдыңа түсіп, сені көрермендер қатарына қосады. Қара қыз енді арттағыларға да қарауға ұялады. Бұны арт жақта отырған бір бозбала аңдып отырғандай, сахнаға сол үшін шыққандай, сол бозбала болмаса өлеңді қысылмай шырқата салатындай, сол арт жақта көзін қадап тұрмаса жұлдыз болып кететіндей. Бірақ сол бозбаланың қиялы қызда түк те жұмысы жоқ. Қара қыз кейін Алматының талай кинотеатрына барды, бірақ сахнада дәл титрдің жанында ұйықтап жатқан қызды көрмеді. Сахнада ұйықтап кейіпкердің рөліне кіріп жату, түсінде кейіпкерге айналып кету бұған ғана бұйырған шығар. Қара қыз кейін талай концертке барды, бірақ төбеге қарап немесе жер шұқып өлең айтқан әншіні кездестірмеді. Қара қыз кейін талай сахнаға шықты, бірақ бір кездегі бозбаланың отты жанарындай ұшқынды сезбеді. Қара қыз Катонға келген кезде төбесінде Арман деген жазу бар мектепте оқыды. Ол жазу тек бұған ғана көрінетін. Арман шаһарынан көп нәрсе біліп үйреніп шықты. Қара қыздың ішкі арманы өзімен бірге өсіп кеткен еді. Осы шаһардан сезімін сыйлар төлегенін іздеді. Сырын гүлге айтты, көбелектерге айтты. Әкесінің торы атына ойдан құрап алған арғымағының құлағына сыбырлады. Автобус күйменің терезесіне ойып жазды. Бірде біреуі селк етпеді. Құп алмады. Барлық армандарын жүрегінің түбіндегі алтын түйіншікке жинай берді де, бір күні қабырға мен Катонның арасындағы әуежайдан ұшаққа отырып самғай ұшты. Қара қыздың көзіне бұрын биік болып көрінген ағаштар қарындаштай кішірейіп қалды. Алып таулардың үстінен өтті. Раушан қырқалардағы қырмызы гүлдер тіптен қош деуге де жарамады. Сол қырқалардағы гүлдер ғана бұның сырын білуші еді, енді олар да жоқ. Арман жолы не деген биік еді, деп ойлаған кезде бұлттардың үстінде ұшып бара жатқан. Сол биіктен түспейін деп ойлаған қыз Катоннан да үлкен шаһарға келді. Бұл армандар орындалатын Алматы еді. Алматы қара қыздың армандарын орындады. Арада 4 жыл өткен соң төлегені екеуі бұлттардың арасынан самғап ұшып қабырғаға келе жатты. Қара қыздың арманы көп еді. Алғашқы екеуі оқуға түсу мен төлегенді табу орындалған соң, сол екі арманға тағдырын байлап, армансыз, мақсатсыз өмір сүре берді. Арада көп жылдар өтті. Қара қыз қайтадан армандай бастады. Армандап еді, алдынан көп жолдар ашылды. Ол арманын жоғалтып алғанын, адасып қалғанын сезді. Сөйтті де баяғы арманшыл қызды іздеді. Қыздың қайда екенін білсе де, арманы соның қолында екенін білмеді. Басын соқты тауларға, тастарды да қоймады. Бір күні бұлттан сәлем жолдады. Ақша бұлттар ұшады, арманға толып құшағы. Қара қызды тауып ап, армандарын сұрады. Қара қыз тұрды кемсеңдеп, қарашығы мөлтілдеп. Жұбатам деп арманды, самал жел келді желпілдеп. Ол қыз баяғы бұл ұшақпен ұшып кеткен кезде таулардың етегінде гүл теріп, көбелек ұстап қалып кетіпті. Ұшағына гүл жинап жүріп,
бұның кеткен жағына қарайды екен. Жаз болса көбелектерді қуалап, күз келсе жапырақтарды жинап, қыс түссе қар көбелектермен ойнап, көктемде ағаштың бүріне қарап өлең айтып жүреді екен. Иесіне сағым қыз деп ат қойып алыпты. Сол сағым қызды тапқан кезде адасып қалған арманының да көзі жасаурап, құшақтары айқасқан еді. Сен қайда болдың? Сен ше? Деген бір-біріне. Мен сенен адасып қалдым, мен де. Арман, сен қайда болдың? Мен арманшыл адамның жанында болдым. Жүрегі пәк, пейілі ақ адамның жанынан бір елі де қалмаймын. Жанында жүрсем де көп адамдар мені көрмейді, өйткені мен тек сөзбін. Ал қазір ой заманы, ақпарат заманы. Ағыл тегіл ақпарат кезінде көзге көрінбей, жүрек түбінде жата беремін. Ой түбінде жатқан сөз шер толқыса шығады деген Асан Қайғы бабамыз. Шер деген ол арман. Арманың орындалмаса күшің кемейді, арманың орындалса еселенеді. Арман мен адамның арасында бір ғана қадам бар. Ол арманшыл кезіңді тауып алу. Арманшыл кезің бала кезің, жас кезің, қиялшыл кездер. Адам өмірге араласқаннан кейін қым-қуыт тіршілікпен жүріп арманынан адасып қалады да, әбден есін жиған кезде табысады. Сол арман сенсің, сағыныш. Арман сенің жүрегіңнің түкпірінде орналасқан. Сен арманның бетін күдікті ойлармен жауып тастағансың. Сол ойларды алып таста. Сонда арманың жарқырайды. Өкпені де, ренішті де, қорқынышты да алып таста. Кедергісіз армандай бер. Арман сені адастырмайды. Былай жүрсем сағыныш бастау алған Кәусар бұлаққа кезігемін. Иығына мойын ағашты іліп алып, екі шелекті шіпілдетіп көтеріп келе жатқан бойжеткеннің көздері таныс. Япырау, шашын екеу ғып өріп алыпты. Таң қалып келе жатып, бір кездері сағыныш мекен еткен үйге кіремін. Кірсем, сағыныш менің көзімдегі сағынышпен арбасып тұрып қалады. Таласудың не қажеті бар? Үйдің сағынышы жеңеді. Менің сағынышым су сепкенде басылады. Сағыныш төсегінде жатыр ма деп анамның орнын қараймын. Бос. Сырмақ сырып отыр ма деп ортаңғы үйді қараймын. Жиналған сырмақтардан басқа ештеңе көрінбейді. Жіп иіріп отыр ма деп пештің жанындағы орындыққа қараймын. Ұршық та, орындық та жоқ. Бір уыс жүн үйден шығып, аспанға ұшып барып, бұлттарға қосылады. Сағыныш, әйем, шай қойып жүрме деп іздеймін. Бос тұрған самаурын жарқ етіп, шүмегін көтеріп қояды. Сағыныш, әкем, мал жөндеп қорада жүрме деп терезеден мойнымды созамын. Қорашақ тып-тыныш. Сағыныштар есік алдында жүрме, сүт тартып отырма, монша жағып жүрме деп іздеп келе жатамын да, мойнымнан кір жаятын сымға ілініп қаламын. Жүрегім зырқ ете түсіп, артқа шегінген кезде қолымнан қалақай шағып алады. Нең бар ол қызда, деп сұрайды жел қалақайдан. Нең бар? Есеңгіреп жүр екен, есін жиғызайын деп. Сен кімсің елдің есін жиғызатын? Жүрсе, өзінің есігінің алдында жүр, бар да кешірім сұра, деп жел қалақайдың басын тұқырта иеді. Қалақайдың шаққанына мыңқ етпей,
мұң танысы қаламын, есіл дертім сағыныш мекенінде. Бір кезде біреуі Пархат бауырымнан, біреуі Динара келінімнен айнымаған екі қыз жүгіріп келіп мойныма асылады. Жаным-ау, маңдайларымда сағыныш, бір, сағыныш екі деп жазылып тұр. Құдайым-ай, мен осы екі сағынышқа бола келіппін ғой. Орнында бар оңалар, ат тұяғын тайбасар, алтынның сынықтары, сағыныштың түсіп қалған әріптері деп екеуін құшақтаймын. Пархат бауырым сөмкелерімді түсіреді. Дәл осы жерде келген соң қонақ ұялады дегеннің кері келді. Мен сөмкемдегі сыйлықтарды шығара бастаймын. Шығарамын да өзім ұялып қаламын. Мен бауырымның екі қызына екі көйлектен басқа ештеңе әкелмеппін. Бауырыма да мынау сөмкеден футболкадан басқа ештеңе шықпады. Келінге бір кофта, сүлгі, кеселер және беттері қызарған алмалар шықты. Менің өткенде Алматыда сағыныш сататын дүкенге барып базарлық алғаным қайда? Сағынышты бүктеп, қаттап тұрып, бақшайлап салғаным қайда? Бәрі бір титімдей, көзге көрінбейтін нәрселер сияқты деп, өз-өзімді жерден алып, жерге салып отырсам, мен әкелген көйлектерді киіп, екі қыз шығады. Жарасып тұр. Сағыныш деген қуаныш екен ғой. Басқаларды қуантсаң, сағынышың басылады екен ғой. Шай үстінде 4 күннен соң Мұстауға кететінімді айтамын. Үйдегілер едірие қарайды. Мына тұрған Ирек пен Ақмаралға барып алшы. Қайтесің жаяулатып? Мұстауға жаяу биыл барып болмассың. Барайын деп дайындалып келдім. Қайтсем де барамын. Мына жөтеліңмен қалай бармақшысың? Тоңып қаласың. Бұл жаққа келген соң жөтелім үдемесе басылайын деген тірі жоқ. Әлі әлемді кезіп жүрген дерттің ұшығы тәжден садаға кеткір-ай. Әлі 3 күн бар, қоятын шығар деп ойлаймын. Түшкіру, пысқыру, жөтелу, мұрын біту, дәрі ішу, ұйықтау, ояну, дәрі ішу, әлсіреу түк те өзгермеді. 2 күннен кейін Алматыдан Әлбек ағам, Талғат жездем, Раушан әпкем келді. Менің Мұстауға баратынымды естіп, олар да қарсы болды. Олардың бәрінің қарсы болу себебі, мен тажал вируспен ауырып тұрмын. Бармай қалсам, келесі жылы жазға дейін қалай шыдаймын? Тау тасты кезіп, шөптердің тілін біліп алған Пархат бауырым бір сұйық дәрі берді. Бір қасық ішу керек екен, мен 2 қасық іштім. Тамағымды қырып кетті. Бірақ жөтелім басыңқырап қалды деп өз-өзімді жұбатып қойғаныммен де басылмады. Аллергияның дәрісін ішіп алдым да, тас бүркеніп жатып қалдым. Таңертең сәл жақсы болып қалған сияқтымын. Көңілім көтерілді, бірақ кәкір-шүкір піспей түспей қинады. Жөтел екеуміз жекпе-жекке шығайық дедік. Кешегі дәріден алды-артынан 2 қасық ішіп алдым. Ішіп алып, талып қалғым келді. Талып қалсам, жөтел кетеді. Келген күннен бері жыл су ішіп, жөтелге жағдай жасап жүредім. Бастаудың басына бардым да, қос қолдап тұрып, тастай су іштім. Әйтеуір, ауыратын тамақ екен ғой, ал ауырсын. Бие байлап, қымыз сауатын көрші Архаттың үйіне саумал ішуге бардым. Ат қораның ішіне кіріп алып, аттың қиын ескедім. Бие сауып, құлын байлайтын ерлі-байлы екеуіне көрсетпей, таяғыммен аттың қиынның арасын ашып қоямын. Мынау не істеп жүр деп таң қалған екеуіне шынымды айттым. Жылқы жануарының қиы мен жылқыдан шыққан тердің өкпе жөтел ауруына ем екенін айтып жатырмын. Өзім ішімнен қап келгеннен бері ат қораны жағалауым керек еді деп ойладым. Алматыдан ауылға аттың қиын ескеуге келемін деп кім ойлапты? Саумал ішейін деп ауыз үйіне кірсем,
қымыздың иісі аңқып тұр. Екі бөшкеде аппаратпен қымыз пісіліп жатыр. Мархабаға айтып түсіндіріп, аппаратты өшіртіп, қолыма піспекті алдым. Сабадағы қымызды піспекпен пісіп жатырмын. Сабадан шыққан иісті құшырлана иіскеп жатырмын. Сол кезде шешемнің іркіт шелегі есіме түсті. Анамның іркіт шелегінің иісі, сүт тартқанда киетін алды май шалғышы дәл қазір болса, байлап алып, мұзтауға киіп барар едім. Кілегейдің сыздықтап ағатыны есіме түсіп, сүт тартқыштың кілегей айыратын табақтарын тіліммен жалап, тазалап беретінім есіме түскенде, сағыныш басын шайқап піспекті пісіп қойды. Іркіт шелекке кілегейді құйған соң, Раушан әпкем екеумізге әрбіреуің қаншаға дейін санай алсаңдар, сонша рет пісіңдер деуші еді. Мен мақтанып көбірек пісетінмін. Ескіріп қалған әпкем азырақ пісетін. Саумалдан кейін ашып келе жатқан қымызды, артынан бір кесе қымызды 3 кесе ғып басыма қотара салдым. Мұзтауға бармай қалғанша ішім өтіп, әлсіреп жатып қалайын деп ойладым. Мархабаның түрі онсыз да біреуге таң қалып, зер салып қарағандай еді. Мынау өмірінде қымыз көрмеген бе дегендей, дүрдік ерні одан әрі ашылып кетті. Неге екенін білмеймін, мүмкін қымыздың қызуы бар, Мархабаны мақтай жөнелдім. Мархаба, дедім, сен білесің бе? Сенің түрің Еуропаның қыздарына ұқсайды. Жоқ, қазақтың көзі көк, бидай өңді қызысың. Сен білесің бе? Биенің сауған сүтінде береке болады. Білесің бе? Ертең балаларың да еңбекқор болып өседі. Білесің бе? Биенің, жалпы жылқының арасында жүргендер ауырмайды. Білесің бе? Қымыз, саумал ішкен әйелдердің беттеріне әжім де түспейді. Сен зерлейсің, бір аяғыңмен жер таянасың, соның бәрі аяғыңа жаттығу. Артық салмақ жоғалып, ертең аяғың варикоз болмайды. Білесің бе? Бүкіл дүние жүзіне келген тажал, вирус аттың жанында жүрген адамдарға жоламайды. Ат үстінде көп отырған адамдардың белі ауырмайды. Әсіресе желіп, жортып жүргендер мықты болады. Білесің бе, жылқының еті де, сүті де дәрі, деп келе жатыр едім. Назым апай, мен Катонға көшкім келеді. Жалықтым осы жұмыстан. Жалықтым демейін, осы жұмыспен жанымызды бағып отырмыз ғой. Просто балаларға обал. Катонға барып келіп оқиды. Өзім жақсы оқыған жоқпын, балаларым жақсы оқысын, ертең бәрі малдың соңында жүрмесін дегенім ғой, деді Мархаба. Оның да дұрыс. Өз жағдайың өзіңе белгілі ғой. Адам болам, білім қуам деген бала ауылда тұрып та оқудың артына түседі. Осы кішкентай қабырғамыздың 3 класын бітіргендер аудан орталығына барып, оқушылардың алды болды. Жоғары оқу орнында бітірді, дедім. Солардың бірі мен демегеніме шүкір. Менікі жай айтқан ғой, өздері біледі, деуші еді әкем. Ертең тәуір болып қаламын деген үмітім Мұзтауға барардан бір күн бұрын үзілді. Есіктің алдында сары ерменнің гүлдеп, ой деп әндетіп тұрған кезіне менің аллергиям дәл келді. Түшкіріп, пысқырып, гуілдеп, жөтеліп, әкемнен қалған ағашиды аластап басыма көтердім. Сағыныш бір бұрышқа тығылды. Муза не үшін келгенін есіне түсіре алмай, әбден есеңгіреді. Сағынышқа ине де, дәрі де әсер етпей, тек
аттың қиын иіскеп өкпесі ашылып Алматыға қайтып кеткісі келді. Турды бастап апарушы жолбасшы жігітке кешке жақын хабарлама жаздым. Ол оқыды да өзіңіз біліңіз деп жазба қалдырды. Түнде балам, мұстауға бармасаңыз, демалыс орнына барып келіңіз, әйтпесе үйге қайтыңыз деп жазыпты. Ойым бірде-бір болып арбасып тұрушы еді, енді 2-0 болып мұстау жақ жеңілді. Мен таңертең бір шешімі болар деп ұйықтауға жаттым. Таңертең тұрып екі жақты салыстырсам, бәтір-ау, таразының мұстау жағы басып тұр екен. Демалыс үйі де, дәрі де, ештеңеде менің музамды баса алмайтынын түсіндім. Сол сәтте ақ турды бастаушыға қайтадан хат жаздым. Ол оқыды да ештеңе демеді. Мен тіптен күйгелектене бастадым. Ақыры хабарласып, толық ақшаны есеп шотына аударып, кешкі сағат 5-те 2 рюкзак, 1 қабымды арқалап, күре жолдың бойында тұрдым.